أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Құрметті момын мұсылмандар, мұхтарам жамағат, Алла Тағала баршаларымыздың ниет тілегімізді қабыл етсін. Қасиетті 12 айдың сұлтаны болған Рамазан айы, жаратқанның мұсылман жұртына жасаған ұлы тартуы, қасиетті ай баршамызға құтты мұбарак болсын. Алла Тағала осы айдағы баршамыздың жасап жатқан құлшылықтарымызды қабыл етсін. Алланың разылығы үшін тұтып жатқан оразаларымыз, оқып жатқан намаздарымыз, тарауих намаздары, хатым Құрандарды Алла Тағала қабыл етсін. Хақ Тағаланың мейірімі, шапағат ерекше асып таситын айрықша мүбәрак ай, нағыз шынайы мұсылман адам бұл айда пенделік қылықтардан мейлінше арылып, нәпсісіне тойтарыс беріп, барынша рухани кемелденіп, Аллаға құлшылық етіп өткізетін ай. Бүгінгі иншалла жұма уағызымыз уақыттың құндылығы, уақыттың қадірі иншалла. Алла субханаху ва тағала қасиетті Құранда көптеген аяттарда қасам аяттармен келген уақытқа байланысты. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде «Иннама аъмару уммати ма байна 60 иля 70 ва ақаллухум ман южавиру залик». Менің үмметімнің ғұмыры 60 пен 70-тің арасы, одан асатындар аз деп хадисінде жеткізген. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бұл хадисінен біздің білетініміз, шындығында адам баласының өмірі сол орташа 60-70-те, сізбен біз оған куә болып жүрміз. Кейбір әрине арамызда бірен сарылар 70-80 жас, 90 жас асып жасап жатады. Негізі көпшілік адам баласы осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның айтқан өмірімен өмір сүріп, бұл фаниден бақиға аттанатынына сіз бен біз осы күні куә болып отырмыз. Енді осы берген өмірді адам баласы қолынан келгенше пайдалы өткізу әрбір Алланың қолының міндеті. Өйткені бұл өмір есеп өмір емес, бұл өмір сынақ өмірі, есепке дайындық. Ол неге барған кездегі беретін есебіміздің алдын ала біздің осы дүниеде жасайтын өміріміз сол есепке дайындық, және осы дүниеде нені жинасақ, сол үшін біз ол дүниеге барып есеп беретініміз баршамызға мәлім. Мінекей сол өмірдің бір бөлігі болған қасиетті Рамазан шәрif айында сізбен біз куә болып отырмыз. Алла Тағалаға шексіз шүкірлер, шексіз мақтаулар болсын. Бұл айға кімдер жетті, кімдер жетпеді. Осы айға дейін көптеген адам баласы, мұсылман бауырларымыз фаниден бақиға аттанып, Алланың құзырына оралды. Бірақ Алла субханаху ва тағала солардың ішінде сізбен бізге өмір беріп, тағы да бір рет өмірімізде қасиетті Рамазан айына куә болуды нәсіп етті. Алла Тағалаға шексіз шүкірлер, мақтаулар болсын. Енді құрметті жамағат, бұл айдың сауабы өте ұлы екенін баршамыз білеміз. Уағыздардан, кітаптардан оқып жатырмыз. Алла Тағала қасиетті Құранда астағфирулла, «Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин қабликум лааллакум таттақун». Садақаллахул азим. «Я иман келтіргендер, бұрынғы үмметтерге парыз етілгендей, сіздерге де ораза парыз етілді. Мүмкін тақуалыққа жетерсін» деп, Алла Тағала жетерсіздер деп Құранда баян етті. Яғни ораза бұл құлшылық. Құлшылықтың да бір ерекше бір сауапқа мол, Алланың рахмы төгіліп тұратын қасиетті құлшылықтың бірі. Осы айда біз шынайы ықыласымызбен ораза ұстау арқылы, түндерінде тік тұрып Аллаға құлшылық қылу арқылы тақуалыққа жетіп, Алланың разылығына бөленуге біздің мүмкіндігіміз болатын қасиетті ай. Бұл жөнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис шәрифінде «Мән сама шахр Рамадана иманан ва иқтисабан
غفر له ما تقدم من ذنبه. Кімде-кім Рамазан айының оразасын иманмен, шынайы иманмен, шынайы ықыласпен тұтатын болса, Алла Тағала ол пендесінің өткен күнәларын кешіреді деді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "Мен қама шахр Рамадана иманан ва ихтисабан, ғуфира лаху ма тақаддама мин замбих." Кімде-кім Рамазан түндерінде тұрса, не істесе, яғни намаз оқыса, намазда тұрса, тарауихтерде тұрса, хатым Құрандарда тұрса, иманымен, ықыласымен Аллаға құлшылық етіп, Алланың рахмын, Алланың мейірімін үміт еткен күйде тұратын болса, Алла субханаху ва тағала ол пенделерінің де өткен күнәларын кешіреді деді. Мінекей осындай қасиетті айда сіз бен біз қолымыздан келгенше ауыз бекітіп, ораза ұстап, түндерін құлшылықпен өткізсек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жоғарыда айтқан хадисіндей, иншалла күнәдан біз кешірілеміз. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде: "Иза кана аувалу лейлатин мин шахр Рамадан", Рамазан айының бастапқы түнінде суфидати шаятин ва марадатул джин, шайтандар мен ең зиянкес жындар кісенделеді. Яғни осы айдың кіріп келуіменен, Рамазан шарифтің келуімен, Алла Тағала осы айға деген құрметі, Алла субханаху ва тағаланың және пенделеріне деген жасаған жақсылығы, ол шайтандар мен жындарды кісендейм деді. Не үшін? Сіздер мен біздер құлшылық арқылы тақуалыққа жету үшін. Алла Тағала осындай жақсылықты баршамызға нәсіп етсін. وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ, әрі тозақ есіктері жабылып, кейін ашылмайды деді. وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ, сонымен қатар жәннат есіктері ашылып, кейін оның бірі жабылмайды деді. Осы айдың келуімен. وَيُنَادِي مُنَادِي يَا بَغِي الْخَيْرِ أَقْبِلْ, кейін жар салушы былай деп жар салады: Алланың ізніменен, Алланың рұқсатыменен: "О жақсылықты қалаушы, жақсылыққа ұмтыл." Яғни барлық жақсылық иесі неден жақсылық болса, соның көбеюіне Алла Тағала бұйырады. Қандай адам баласына жақсылық келетін болса, бұл неде? Не жақсылық болса, Алла Тағала солардың барлығына бұйырылып, жақсылықтарына ұмтылдырады. «Уая бағил шар ақсир», о жамандықты қалаушы, жамандықтан тыйыл. Қандай бір жамандық атауы болса, олардың барлығын Алла субханаху ва тағала бұл айдың келуімен қысқартады және азайтады. «Валиллахи утақау минан нар, ва залика куллу лейлатин». Сонымен қатар Рамазан айының әрбір түнінде тозақтан азат етілген Алла Тағаланың пенделері бар деп сүйіншіледі. Яғни Алла субханаху ва тағала осы айдың құрметіне әр түнінде көптеген адамдарды тозақтан құтқарады, тозақтан азат етеді. Құрметті момындар, қалай біз азат етілеміз? Әрине Рамазанның түндерінде адам баласы ықыласпен кірсе, Алла субханаху ва тағала олардың күнәсін кешіреді. Күнәнің кешірілуі сіз бен біздің тозақтан құтылуымыз. Сондықтан осы күндердің мінекей санаулы уақыты қалды, біраз уақыты өтіп те кетті осы күнге дейін. Мінекей альхамдулилля қасиетті Рамазанның жұма күнінде отырмыз баршамыз. Алла Тағалаға мақтау болсын. Сіздер бізге, Алла сізбен бізге өмір беріп, осы күндерде Алла баршамызға хидаят беріп, ораза ұстадық, ауыз бекіттік, мешіттерде намаздар оқыдық. Альхамдулилля, бұның барлығы Алланың берген, сізбен бірге бізге сыйы, құрмет, жамағат. Алла Тағалаға шексіз шүкірлер, шексіз мақтаулар болсын. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадистің жалғасында: "Менің үмметім басқа үмметтерден 5 нәрседе ерекшеленеді" деді. "Уътият уммати хамса хисалин фи Рамадан лам туътахунна умматун қаблахум." Рамазан айында үмметіме ілгерде ешбір үмметке берілмеген 5 ерекшелік беріледі деді. Сізбен бізге, яғни пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның үмметіне 5 ерекшеліктің берілетіндігін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы хадисінде жеткізді. Оның біріншісі: "Хулуфу фамис саим атьябу индаллахи мин рихил миск." Алла Тағала үшін
оразашының аузының иісі мисктің иісінен артық деді. Бұл жерде ғалымдар осы мәселеге, осы хадиске тапсыр береді. Әрине, адам баласы ораза ұстаған кезде тамақ жеуден тыйылғаннан кейін оның асқазанынан иіс шығуы мүмкін. Егер осы иіс шығып жатса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл иісті хадисінде жеткізді, Алланың алдында мисктің иісінен артық деді. Ғалымдардың тәпсірінде кейбір кісілердің мүмкін егер адам баласы тісін тазаламаса, тістің иісі бұл иіс емес деді. Яғни ораза кезде мисуак қолдануға шариғатта рұқсат етілген. Бұл нәрсені ажыратып алғанымыз иншалла жөн болар. Екіншісі, وَتَسْتَغْفِرُوا لَهُمُ الْحِيَانَ حِتَانَ حَتَّى يُفْتِرُوا. Судағы балықтың ауыз ашатын уақытқа дейін ораза ұстағандар үшін Хақ Тағаладан күнәлары кешірілуін тілейді. Яғни кімде-кім осы ораза ұстаған кезде Рамазан айының, ол пендесі үшін періштелер және тіптегі судағы балықтарға дейін оның тілегін тілейді деді. Таңертең сәресіне тұрып, ниет қылып ауызы бекіткеннен кешкі ауыз ашарға дейін бізге мінеке Алланың жаратқандары сол ораза ұстаған үшін Алладан тілек тілеп тұрады деді. Альхамдулилля, Аллаға мақтаулар болсын, сіздер мен біздерді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үммет етіп жаратқан. Сіз бен біз ораза ұстап жатырмыз, бірақ Алла субханаху ва тағала бізге көптеген жаратылыстарды осылай тілекші етіп қойды. Үшіншісі, وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ ثُمَّ يَقُولُ يُوشِكُ عِبَادِي الصَّالِحُونَ أَنْ يُلْقُوا عَنْهُمُ الْمَؤُونَةَ وَيَسِيرُوا إِلَيْكَ. Алла Тағала күніге жәннатта шкелеп, көп ұзамай менің ізгі пенделерім дүниенің машақатынан босап саған келеді дейді. Яғни осы Рамазан шәріфтің құрметіне Алла субханаху ва тағала жәннатты әшекелейді және оны безендіреді. Рамазанның құрметіне көп ұзамай саған менің құлдарым келеді деп Алла субханаху ва тағала осы Рамазанның ерекшелігіне ораза ұстағандар үшін осындай жақсылық береді. Төртіншісі, ерекше бүлікші шайтандар Рамазаннан тыс уақытта жаман қылықтарын істегенде істей алмау үшін Рамазан айында кісенделеді. Жоғары хадисте айтылып келгендей, мінеки төртінші, Алла субханаху ва тағала осы айдың құрметіне шайтандар мен зиянды жындарды кісенделейді деді. Бесіншісі, وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ اللَّيْلِ. Әрі соңғы түні ораза ұстағандардың күнәлары кешіріледі деді. Кімде-кім Рамазан шарифтің оразасын басынан аяғына дейін ұстап шығатын болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтты, ол пенденің бүкіл күнәлары кешіріледі деді. Яғни Рамазаннан шығуымен адам иншалла күнәларынан арылып шығады. Қила я Расулаллах, ахия лейлатул қадр. Сонда қасындағы сахабалардан сұрақ болды, я Алланың елшісі, бұл қадыр түні ме деді. Қала ла, валакин ал-амил иннама юваффа аджраху иза қада амалаху. Ол саллаллаху алейхи вассалам жоқ деді. Бұл қадыр түні емес, алайда жұмысшының ақысы жұмыс біткеннен кейін беріледі деді. Яғни бұл қадыр түнінің де болатын сый емес, бұл Рамазан шәріптің 30-ші күні біткен түнде болатын сый екендігін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы хадисінде айтты. Алла Тағала сізбен бізге денсаулық берсін, қуат берсін, иншалла аман есен осы айдың Рамазан айының оразасын ұстап, ауырмай, сырқамай, аман есен 30-ші күнге жетуді Алла баршамызға нәсіп етіп, күнәдан арылуды Алла баршамызға нәсіп етсін, құрметті момын мұсылмандар. Ибрахим сүресінің 34-ші аятында Алла субханаху ва тағала «Уин та'адду ни'маталлахи ла тахсуха». Егер Алла Тағаланың нығметін санасаңдар, әсте санына жете алмайсыздар деді. Шында да Алланың нығметі өте үлкен. Оны баршамыз Құран аяттарында оқып атқанда,
хадистер тыңдағанда естіп біліп жатамыз, бір сәттегі құлшылықтың еселенетіндігі, бір күндік ораза 10 күнге еселенетіндігі, бір түн 1000 айға еселенетіндігін біз Құран, хадистерден естіп біліп жүрміз. Мінекей Алла Тағаланың нығметін санасаңдар, әсте оның есебіне жете алмайсыңдар деп Алла Субханаху ва Тағала Құранда айтқаны осыны меңзейді. Тіптен адам баласы жүрегінің қағып тұрғанының өзін кейде естен шығарып қояды. Адам баласының өмір сүруінің өзі адамда кеңірдек және өңеш бар. Біреуінен ауа, біреуінен тамақ өтеді. Екеуі бір-біріне жабысып тұрады. Егер қателесіп адамның жеген асы асқазанға емес өкпеге кетсе, адам тұншығып өліп қалуы мүмкін. 24 сағат жебісіп жатамыз. Аллаға тәуба, аман есен өмір сүріп жүрміз. Бұның барлығы Алланың нығметі, Алланың берген жақсылығы. Сондықтан құрметті момындар, Алла Тағаланың берген өмір үшін, Алланың берген жақсылығы үшін әрқашан Аллаға шүкір айтып, Аллаға мақтау айтып, Алланың нығметін есімізден шығармайық. Тіптен Алла Субханаху ва Тағала бізге әке мен ана береді, адал жары береді, балашаға береді. Бұның барлығы Алла Тағаланың берген нығметі. Деніміздің саулығы, әлхамдулилля. Өз аяғымызбен келіп, Алланың үйіне келіп құлшылық жасап жатырмыз. Бұның өзі де Алланың шексіз сіздермен бізге берген нығметі. Осы Алланың берген жақсылығын ұмытпай, қолымыздан келгенше әрқашанда Алла Тағалаға шүкірлік айтып жүруді есімізден шығармауымыз керек екен. Ғалымдар айтады: «Әл-уақту кәс-сайф, ин ләм тақтауху қатаака». Уақыт қылыш тәрізді дейді. Егер сен оны шаппасаң, ол сені шабады. Шынында да уақыт өтіп жатыр. Қасиетті Рамазан айы келді. Кім қаншалықты Құран оқып жатыр? Осыны біз ойлап көрсек. Құран айы дейміз, қасиетті Құран түскен ай дейміз. Басқа айларда мүмкін әртүрлі салада жұмыс істеп жүрген кісілер көп қолы тимес. Бірақ осы айда, Рамазан айында, Құран айында қолымыздан келгенше Алланың кітабын ашып, сауатымыз жеткенше оқып, уақытымызды Құран оқумен өткізсек, бір шамасын, иншалла, бұл да Аллаға деген шүкіршілік. Өйткені уақыт өтіп жатыр. Қашан бізге өлім періштесі келеді, оны тек қана бір Алла Тағала біледі. Сондықтан осы айда, құрметті жамағат, қолымыздан келгенше Құран оқуға көңіл берейік. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде келеді, бір соғыстан келіп, шаршап, сахабалармен отырған кезде біз үлкен жихадтан кіші жихадқа келдік дейді. Яғни нәпсі жихадына. Осы хадиске шарх берген Хазірет Умар, Алла ол кісіден разы болсын, әр мұсылман күнделікті істеген ісін таразасына салып жүру керек дейді. Яғни есебін біліп жүру керек. Өйткені күнделікті не істеп жатқан есебін күнделікті ол таразысына салса, қияметтегі таразысы оның жеңіл болады деген екен. Бүгін тұрдым, жұма күні таң намазын оқыдым, одан кейін не істедім? Жұма намазына келдік, жұма намазын оқыдық, одан кейін не істедік? Осының барлығын есімізге алып, қолымыздан келгенше тасбих айтып, субханалла, әлхамдулилля, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Мұхаммад Расулуллах деген тасбихтерді, зікірлерді көбірек айтып, осы айды иншалла өткізсек, иншалла осы айдағы еселеген сауаптардың өзі сіздер мен біздерді рухани үлкен бір белеске шығарады. Және осы айдағы жасалып жатқан жақсылықтар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, бұл айда мұсылманның рызқы молаяды. Бұл ай бір берекелі ай. Бұл айда адам баласының күнәлері кешіріледі. Бұл айда бір түн бар, 1000 айдан артық деген. Осы айда әрбір мұсылман қолымыздан келгенше жақсылықтарды көбейтуіміз керек екен. Егер дәулеті бар, дүниесі бар,
мұсылман бауырлар болса, олар көбірек садақа беріп, жетім жесірлерге көмектесіп, пақыр міскіндерге көмектесіп, ауызашарлар беріп, иншалла көбірек сауап істе біз осы аймен өткізуіміз керек екен. Ал енді қолында мал дүниесі болмаған кісі, егер оның білімі болса, ол көбірек уағыз насихат айтып, сабақтар жүргізіп, иншалла көбірек осындай білім садақаларын жасау керек екен. Ал енді басқа мұсылман бауырлар сол жоғарыда айтқандай әрқашан дұға тілекте болу керек. Алладан көбірек тілек тілеп, Аллаға жалбарыну керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, оразаның екі рахаты бар, оның бірі ауызашарда деді. Осы жерде ғалымдардың келтірген бір сөздерінде Муса алейхиссалам Алламен сөйлесті. Ол жөнінде Құранда аят бар. Осы кезде Муса мен Алла тағаланың арасында 70 мың перде болды деді. Сонда Муса алейхиссалам: «Я жаратушы Алла тағала, менен кейін сенің бір құлың бола ма? Арасында бұндай перде болмайтын» дегенде, Алла субханала ва тағала пайғамбар Мұхаммадтың саллаллаху алейхи ва саллям үмметі болады деді. Олар Рамазанда ораза ұстайды. Ораза кезде ифтар уақытында мені мен Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям үмметтің арасында ешқандай перде болмайды деді. Мінекей осындай сауапқа толы, Алланың бізге назары түсіп тұрған айда қолымыздан келгенше осындай уақыттарда көбірек Алладан сұрайық. Құрметті момын мұсылмандар, осындай елімізге беріп жатқан үлкен жақсылықтың, нығметтің шүкірін айтайық. Бұған шүкіршілік етейік. Мінекей ел ордамызда 8 мешіт болды. Өздеріңіз білесіздер, осы қасиетті Рамазан айының алғашқы күнінде, жұма күнінде елбасымыздың қатысуыменен үлкен бір Алланың зәулім мешіті ашылды. Үлкен бір мұсылман қауымына деген сый болды. Аллаға тәуба. Ол жерде де қазір мінекей хатым Құрандар оқылып жатыр. Қаламызда альхамдулилля 8 мешітте 5 мезгіл жамағат намаз оқып Аллаға жалбарынып жатыр. 8 мешітте қасиетті Құран хатым оқылып жатыр. Аллаға тәуба. Осы мешіттердің әрқайсысына барып құлшылық қылайық, құрметті туыстар, құрметті момын мұсылмандар. Алланың осы берген күніне шүкір етейік. Аллаға шүкір. Әрине бірде жақсы, бірде бір сынақ болар. Бұның бәріне сабыр етсек, бейбітшілік заман болса, бейбітшілік уақыт болса, мамыражай заман болса, иншалла бізге Алланың нығметі көп болады. Береке бар жерде, бірлік бар жерде береке бар, береке бар жерде иншалла ырыс, несібе бар. Осындай жақсы күндерде, жақсы айларда Алла тағадан еліміздің, халқымыздың амандығын сұрап, елбасының амандығын, ел басында жүрген біраз азаматтарымыз, ағаларымыздың солардың амандығын Алладан сұрап, халықтың амандығын сұрасақ, иншалла Алла тағала сізбен біздің дұғамызды, тілегімізді қабыл етіп, иншалла осы біздің осындай қуанышты күніміз ұзағынан болады. Алла тағала баршамыздың тілегімізді қабыл етсін. Мінекей мешіттерде, әрбір мешіттерде ауызашарға уақыт жоқ. Күнделікті ауызашар берушілер көп, альхамдулилля. Мұсылмандар таласып, тіптен уақыт жетпегендер бірге қосылып, бір күнді алып, қазір мешіттерде ауызашарлар беріп жатыр. Аллаға шүкір, тәуба. Мінекей бұның барлығы Алланың берген құрметті жамағат, сізбен бірізге сыйы. Алла баршамызға өмір берсін, өмірімізге береке берсін, денімізге саулық берсін, отбасымызға, бала шағамызға, халқымызға Алла тағала амандық берсін. Құрметті туыстар, мінекей жақында елорданың күні келе жатыр. Бұл да біздің қазақ халқы үшін үлкен бір тарихи жағдай. Үлкен астанасы құрылып, бүкіл әлемге танылып, қазақ мұсылман елі деп танылып жатырмыз. Бұған да тәуба. Бұл да Алланың берген баршамызға сыйы. Соның ішінде сіз бен біз, осы қаланың тұрғындары, Алла тағалаға мақтаулар айтайық. Аллаға шүкір, мінекей осындай зәулім әдемі шаһарда тұрып жатырмыз. Алла тағала баршамызға, елімізге, жұртымызға амандық берсін. Дініміз қуатталып, ауызбіршілікте жамағаттың болуын Алла нәсіп етсін. Құрметті момын мұсылмандар, әрқашанда шариғат білімін үйренгілеріңіз келсе, тыңдасаңыздар, еліміздегі мешіттерден, мешіттің имамдарына шәкірт болып,
солардың имамдардың уағыздарын тыңдап, иншалла ауызбіршілігімізді сақтайық. Алла тағала қасиетті айдың ұлы сауабын баршамызға нәсіп етсін. Ва ахирид дa'вана анил хамдулиллахи раббил аламин. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Бирахматика я архамар рахим.